Өте дәмді болып шығатын маритоцци булочкаларын дайындайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, подписка батырмасын басып, лайк, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен өте дәмді, оңай жасалатын рецепт түрлерімен бөлісіп отырамын. Менің каналымды жоғалтып алмаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, кішкене шым-шым тұз саламыз және шекерімізді салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Үстіне жылы сүтіміз бен аштығымызды салып, оны да жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болған соң ыдысымыздың астын майлап, қамырымызды салып, 1 сағат көлемінде көтерілгенше қалдырамыз. Біздің қамырымыз осылай көтерілді, енді майда бөліктерге бөліп аламыз. Осындай бөліктерге бөліп алғаннан кейін бірден тапамызға қоя береміз. Булочкаларымыздың арасын жақындатпай, бір-бірінен алшақтау етіп орналастыра береміз. Пісу барысында олар көтеріліп, бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Бөліктерге бөліп алғаннан кейін тағы да 20 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Біздің булочкаларымыз тағы да көтерілді. Енді бетіне жұмыртқа жағып, 180 градус қызған пеште жарты сағат көлемінде салып аламыз.
Крем булочкаларымыздың ортасын осылай кесіп шығамыз, қиғашынан кесеміз. Енді ортасына кремімізді жағып шығамыз. Мен арнайы сүзбелі ірімшік, сливки және қант ұнтағын араластырып дайындадым. Бетіне қалауларыңызша қант ұнтағын сеуіп ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте керемет, жұп-жұмсақ әрі ішіндегі креммен өте әдемі үйлеседі. Достар, егер менің видеом ұнап жатса, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Әсел. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.